Ал енді уақыт созбай тілек жалғайық, құрметті ағайындар. Сөзді жалғайтын нардай нағашылар, жиендер, бөлелер деген екен. Дина апамыз бастап, және де тойымыздың ақ дастарханына бата берген Салих қажы атамыз, Лиза апайымыз, Балапаш, Маутан, Балахан, Биғанша, Сұлтан аға, Төлеухан Гаухар, Айтан Қабиза, Болат Бәтима, Байгерей Гүлсім, Санат Қазығүл, Малик Нұргүл, Жаңабай Гуля, Дастан Гүлнар, Олжас Алтын, Қанағат Елмира, Айбек Зарина, Елмира, Нұрбек Айнұр, Данияр Қарлығаш, Дәулет Керей, Аида Инабат деген екен. Келіңіздер, нағашылар, жиендер, бөлелер. Билеп келіңіздер. Ай, кішкентайлар, аңжаққа барыңдар. Ал енді тоғышты болсын. Енді үлкендер сөйлейді, қалғансыр бейнейді деп жатырсыздар. Ал енді сөзді кім бақса екен. Жас үлкен, жол үлкен, апа, келіңіз. Құрметті қалайық, бүгінгі қонысбайды бойына жинап отқан құлақ туысқандары, құлақ жүргендері, жаңа болып отқан құдалар, келген аяқтарына қақсып қадам бітсін дейін барлығымызға бұл отырысымыз құтты болсын. Ал қонысбай Лиза, манадан бері айтып жатырмыз осы, мана сағат 8-де сенің үйіңе кірдік, сол кіргеннен тілек көп емес қой әрине. Дегенменен осының көп адамдармен бірге, әсіресе құдаңмен бірге болғанымызға тіпті дән риза болып қалдық. Ал не тілеймін енді? Екі балам бақытты болсын. Халықтың бәрі айтып жатыр. Мынау келген Мәдина өзіңе тартса қолынан өзіңнің жолыңда алып жүретін деп ойлаймын. Оның барлығын біз мана тілегенбіз. Ал енді Мәдина қалқам тыңда. Мынау шешең менен әкеңнің құшағы ашық, есігі ашық адамдар. Мұның үйіне келмейтін, мен Торғай, мен Мадияр, мен Шымболат дегеннен адам қалмайды. Ал енді мына көшекте мен Зинаның нағашымын деп жатып аламын. Мысалы, мен өзім осы қасиетім арқалық Торғайда тұрғанда. Ал сол қасиет міне жалғастырғым келіп жатыр. Сонда сенің де көңілің сондай дарқан болсын деген келеді. Құдай қосқан шығар сені дарқанға. Сенің де көңілің дарқандай болсын. Ал дарқан, осыны көріп өстің құлыным сен. Қазақта мақал бар. Әйел ерге қарайды, ер жерге қарайды дейді. Қандай болса да Мәдина саған қарайды. Сен жерге қарама, сен жоғары қара. Сен жоғары қарасаң, Мәдина да соны жасауға тиісті. Ал бақытты болыңдар. Мына бүгінгі тігіп отқан үйлерінің шаңырағы биікте болсын, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын, іші жағда толсын, сырты малға толсын. Қапал менен екі арада мал жүрсін. Сол екіртанын қапалды малын алып келетін біздің балаларымыз болсын. Мана Құда айтқан Расулда отырғанда, қапал енді сондай жер ғой деп. Қапал деген мынау тұрған жер ғой. Қапалда баяғыда студент кезімізде таңертең шығып 2 сағатта барып демалып қайтатын санатория болатын. Ендігі жерде қалған уақытты жазғы демалысымызды сол қапалда өткіземіз. Санаторияға келдік дейміз, Құдаға аяғымызды сала түсеміз. Ал аман болыңдар, сіздер сол бізді күтіп алатындай. Аман болсаңыздар, тіпті тышқанның да сирағысын басын елдеріңізде деген келеді. Аман болсаңдар, біз аман боламыз, барлық жақсылық болсын сіздерде, елде бізде де. Жақсылық болсын. Осы тілекпен келдік, тілектің бәрі періштенің құлағына жалынсын. Құрметті ағайындар,
Мынау бүгін Әктиенің қарын шағылып атқан күн. Мынау Қуанысбай мен Зинаның ақ ботасының мынау үйленіп атқан күні, ақ келінді қолына қондырып атқан күні құтты болсын. Мынау бүгін отырыстың өзі біртүрлі, тіпті адамды жүрегін жертіп жіберетін отырыс. Анау сонау Торғайдың, Қызылелдің жерінен, өзіміздің елден еңбектеген шалға дейін сәлемін айтып, мына балалар келіп қалғанға сондай қуаныштымын. Бүкіл Қызылел болса да көшіп келген сияқты болып, сондай сезініп тұрмын. Құрметті ағайындар және құда жекжаттар, жаңадан болатқан адамдарыңызға гүл өтсін. Жаңа жақсы сөздер айтылып жатыр ғой. Жақсы жерден баласы келін алып отыр, жақсы жерден келін сүріп отырмыз деп, біз әрқашанда құшағымызды айқара ашамыз. Екі балаға тілейтініміз бақытты ғұмыр, балалардың соңынан ерген көбелектері көп болсын, уайымдары жоқ болсын деп, соған тілектестік білдіре береміз. Сосын айтарымыз, мынау ағайын туыс келген кезде есіктерің әрқашанда ашық болсын. Сендерге қабақтарың жылы болса, үйге келген адамдарың сендерге бақыт тілейді. Сол бақыттан барып бір үш қой келіп сендерге қонады. Екі баланың бақыты сонда. Өз қолдарыңда, өз қолдарың дұрыстап сылсаңдар, бақыт сендерде. Осы мынау пікіп отқан шаңырақтарың биік болсын. Ағайын туыстар осындай сіздерде той болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын. Мынау Қызылелдің көлемінен, Торғайдан сендерге үлкен құдалар сендерге сәлем. Біз мынау ар атамыз Байтұрсыннан бастап, өз атамыз Маржақ Дулатты айтты. Сол міне ұрпақ жалғасып, міне біз Қуанышбайға қыз бердік. Міне қыздан ұрпақ тарап, Алланың ары қарай жалғаса беруіне мен өз тілегімді білдіремін. Екі бала бақытты болсын, ата-анасына құрметті болсын. Ал Дархан Мәдина үйлену тойлары құтты болсын. Семьяда бақыт болыңдар. Ал Қуанышбай Зина бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Осылай тойға шақырып, солау елден қызметке келіп отырмыз. Әрине ағайын туысты көптен бері соны көріп отырмыз. Бір-бірімізге қуанышты болып құшақ жайып, сөйтіп қуанышта болып отырмыз. Екі бала бақытты болсын, екі жаққа бірдей мейірімді болсын. Құдалардың келген қадамдары құтты болсын. Әрқашанда осы ағайын туыс құда жекжат болып, жақсы қуанышты тасығаты кездесін. Ал енді Қуанышбай Зина, мына бүгінгі Дарханның отауы тіккен күні құтты болсын. Аллардың денсаулығын құтты болсын. Енді мынау алғашқы аттар есігін той жасап отырған орныңыз, мен өзімше ойлаймын, Дарханның отауы деп. Дарханның отауы осы той жасап отырған тойхананың жарқырауындай жарқырай берсін. Тек қана біз соның куәгері болып, Дархан мен Мәдинаның қызық қуанышын құдалар болып, біз болып, бірге тойлап әр уақыт тойда бола берейік бас қосып. Құрметті қалайық, тойларым тойға болсын. Қуанышбай Зина, Дархандарым екі балам қуаныш атауы. Сол қуаныштарым ары қарай жалғасып, Дархан менен Мәдинадан немере сүйікті қазақтар. Адай жастарға айтатын босағадан берік болсын. Білім ақыл серік болсын.
ұлағатындай тұрмыстары мәнді, сәнді, өрнекшілігі болсын. Бір-біріңді сыйлай біліңдер, құрметтей біліңдер. Әрқашан махаббаттарың сөнбесін. Кішкене тыныш сақтайық, келіңіздер алла. Құрметті тойшы қауым, Қонысбай, Зина, мынау енді бүгін сіздердің үлкен шаңырақтарыңызда үлкен мейрам, үлкен той болып жатыр. Мынау 2 жас жаңа өмірге аттанып, қол ұстасып, отау құрып жатыр. Осы құрып жатқан отаулардың шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, босағасы берік болсын дейді. Жаңа мынау үлкен кісілер айтып жатқандай, іші балаға толсын, сырты малға толсын дегендей. Мынау енді құда жекшаттарында жерде жаңадан танысып болып жатырмыз. Негізінде бір естіп қалған наймандар екен деп қалдым. Наймандар, құдалар, найман негізінде көп ел ғой, арғанынан да көп дейміз. Наймандарға енді мынау құда ретінде сіздерге бас иеміз. Мынау құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Осы әр уақытта құдалықтарымыз бұдан арман жалғасып жүре берсін. Мынау енді қарап отырсақ, осы тойда ені қызбеліктер екен. Қызбеліктердің бәріне де жалынды сәлем. Өз туған жерімізде келген қызбеліктерге. Мынау енді Қонысбай, Зина, осы жастардың бақыты асып баса берсін. Сендерге үлкен жақсы қуаныш әкелсін. Мынау үйге немерелерден қолдары босамай жүрсіндер. Ал той шығам осы жерде отырған халықтың бәріне де осы той бәрімізге жұғысты болсын. Той тойға баса берсін. Әр уақыт осындай тойда мән-дәрі болып кездесіп жүре беруге Алла Тағала солай жазсын. Қонысбай, Зина, үлкен қуаныштарың құтты болсын деймін. Мына 2 жасқа келгені бірінші планда денсаулық, одан кейін бақыт деймін, бақытта берсін. Былай қой, бұл тойға келгеннен кейін бәрінде бір тілек айтқысы келеді. Енді көріп отырсыздар, мына ашында өнерді бәрінде бір осы сөйледі ғой, біздің сөзсіз апайлардың ағайлардың бүкіл уақытты алып жатыр. Сондықтан айып өтмейді, бір жеңілдеп тілектерін айтсын, иә? Тойларыңыз құтты болсын, 2 бала бақытты болсын. Әрдайым өздеріңізді қуантып жүреміз. Ал жақсы тілектер айтып жатыр, Дархан, саған айтарым былай. Манадан жұрт Қонысбайды мақтап жатыр. Қонысбай бәрін қарсылап бүйтеді деп. Егер де Зина дұрыс қабақ бермесе, Қонысбай қайдан қарсылар? Айналайық Мәдина, Зина мамаң сияқты болсын. Toylarımız kutlu olsun. Güzelliğini sürdürsün. Жаңа айтып отыр, жақсы тілеп, Алла Тағала құдалың болсын. Той болсын. Мен біріншіден елден келіп отырған барлық жерлестеріме ыстық сәлем жолдаймын. Қызбеліктерге көптен бері көрісіп отырмыз. Екіншіден құда жекжаттар, құдалықтарымыз мейірімді болсын. Одан кейін Қонысбай бауырымыз мінекей үлкен той жасап отыр. Осы тойды Құдай көп көрмесін, сарқынан сүйіндірсін. Ал енді мына 2 жасқа айтарым, тұтатып отырған ошақтарың мәңгілік болсын айналайын. Ғұмырларың ұзақ болсын, мәңгілік қостасып бірге жүре беріңіздер. Мәңгілік махаббат тілеймін. Ал, черный. Ты крупно попал. Өмір жасың ұзақ болсын беді. Енді сен туралы айтатын неше түрлі нелер бар, бірақ мен сенің секретіңді ашпай оқайын дер ме? Жүйке, папа, мына қуаныштарыңа өте ортақпыз. Мінекей көптен күткен тойымыз ғой мінекей. Елеусіздіктер әулетіне мінекей бір әдемі семья қосылып жатыр. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Тұрсын аға. Балалар бақытты болсын.
Ablam, Konuşmaya kaçınızda çeyip toylarımız. Zaman olsun, kutu olsun, köpkemleri kütken. Осы әрқашанда тойда есі берейік. Дархан мен Мадина сіздерді құттықтаймын. Бақытты болыңдар, ғұмырлы болыңдар, екі қырақта бірдей болыңдар. Қуанып беріңдер, ренжітпеңдер. Алланың құдалар, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Осылай той бола берсін әрқашанда. Ағайын құттықтап жиналып отырғанда Дархан мен Маринаның тойына. Көкбарда Динара Селтіктер жүрген болмау. Ұлдарымыздың бақытты жылы olsun, қожымана жөнсіздердің айтқан сол қабылды. Кейжен олың түйдегі дейді, қарағаттың ол. Қонысбайыңыз сәтте, бүгін көптен өткен Дархан жанымыздың шаңырақ көтеру тойының куәгері отырмыз, ұзағынан сүйілесін алатарған. Дейдері сау болсын, солардың кісінің, міне бүгін қалай тойда отыр, дәл осылай ағайын көсіп бүге көрейік. Дархан, айдайды секреттеріне. Мәдени екеуің бақытты болыңдар, папаңа мамаңды көріп өтсін қандай көрші екенін. Осылар асып түсінген тек қана Алла Тағалам сендерге денсаулық беріп, тауфиқ берсін, тілеген тілектерің, аңсаған армандарың орындалсын. Құдай сіздермен өте қуаныштымыз. Мынау Арғын, Мадиярымыз біздің руымыз, Дарханның нағашыларымыз. Құдалық мынау рәсімді жасадық жаңа, бәрі мың жылдық болсын, тек қана арамызда сыйластық болсын. Еліміз шалғайда жатса да, бір-біріміздің тілеуімізді, амандығымызды отырайық. Осындай той томырақта Алла Тағалам басқызуға нәсіп етсін. Енді бұл жерде жаман бергенін айтады дейді, оқашы өзіміздер мынау зейнеттердің бауырларының атынан, нағашылардың атынан 1 миллион теңге саған қаржылай подаркымыз бар. Дархан, Мадина екеуіңе. Бұндар бермейсің. Мынау құда деме жерге сіздерге мынау тағы да сол нағашылардың атынан бір дорба бар дейді, соны Айбек, соны ауылдарына бар, апаға ашасыздар деген, соны апарып берсеңіздер, ана құдағыда ойбар. Той қаласың онда, ағайын болсын. Рахмет. Асықпаңыздар. 1 миллион дегенде неге қол соқпайсыздар? Айқайлап тұрып қол соғу керек. Сонымен бірге мына қоржын беріп, аға, өте жақсы қорытындыладыңыз. Жалпы біздің домбырамыз салтақтайлы, арғындар аз емес қой, бәрі келсе қонатын жер таппайды, азулы ел жалын сипатпайды, аман болсын арғынның ұрпақтары. Енді бар болайық, қазақ жеріндегі ең алғашқы мектеп тұрған Абырай атамыз өткен, Ахмет аталарың жүрген, қасиетті өлке Торғайдың тойы құтты болсын. Ағыда айтайын, мына жерде Астанадан келіп жатқан кісілер бар, Павлодардан Петропавловск, көп жерлерде. Рахмет сіздерге, Алланың нұры жаусын. Қонысбай ағамыз үшін бәріңіздер бір төбесіздер. Құдай қаласа бүгін тойда сөйлемеген кісілер шілдеханада сөйлейсіздер. Шілдеханадан қалып қалғансыздар, сүндет тойда сөйлейсіздер. Сондықтан да үлкен кісілердің жасын берсін, жолын берсін. Рахмет сіздерге, нағашы болса сіздерде яқын болсын. Ал бір фотоға түсіп алыңыздар, бәріңіз жиналып, содан кейін мықты әдемі ән болсын. Әнді орындайтын нағашылардың атынан Бота қыздарыңыз. Ботаны ортаға шақырайық. Нағашылардың атынан қабыл алыңыздар. Қазақтың даласын
Учота. Ай, рахмет, Ботажан. Үлкен әнші болсын. Ал енді кішкентай балаларыңыздың бәрін жинаңыздар, құрметті қонақтар. Орындарыңызға отырыңыздар. Енді сиқыр әлеміне бір барып келейік. Олай болса, халықаралық байқаулардың жүлдегері, құрметті ағайындар. Сиқыр өнерінің майталманы, жаста болса өнерімен көзге түсіп жүрген азамат Аббос мырзамызды ортаға шақырайық. Шапалақтарыңызды соғып қойыңдар ағайындар. Сиқыр Аббос.
Кішкентай бала қашыңдар.
Жалпы құрметті ағайындар, той қыласын. Қонысбайға ортаға келіңізші. Той сіздікі, Алла берген бақыт айырмасын. Түңілігі биік түсірін түзу ұшқан бау-бақшасы бітімді, болашақ күтімді. Қонысбай ағаның қуанышына құтты болсын. Дүниеге келгенде бір қуандыңыз, қайтайға келгенде бір қуандыңыз, мектепке барды, оқу бітірді. Бүгін қуаныш ерекше. Бір шапалақ көкеме болсын ағайындар. Енді ортаға қарсаңыздар, отыра берсеңіз болады. La Fiesta би ұжымы, сіздердің құрметтеріңізге қазақ биі қабыл алыңыздар ағайындар. La Fiesta би ұжымы. Аланы құрметті ағайындар, уақыт созбайық, бәріміз енді ақ тілек айтуға келдік қой. Жүректегі нұрлы сөзді осы керемет биден кейін жалғайық. Сөзді бүгінгі Мәдинамыздың ата-апалары, аға жеңге, әпке жезі бауырлары, інілері, сіңлілері. Жалпы тілмен айтқанда жаңа құралар бәріміз ортаға келіп, ақ тілекті айтсаңыздар деп отырмыз. Келіңіздер. Жаңа құдалар, құрметтеріңіз болсын ағайындар. Бәріңіз ортаға келіңіздер. Біздің құрметті қонақтар, негізгі ең құрметті жаңа құдалар, қош келдіңіздер. Апа, енді үлкен өзіңіз ғой. Мәдинаның апасы, мен мұндамын, апа. Тойларыңыз құтты болсын. Күйеу балаларыңыз мықты болсын. Енді мына келген күндеріңіз Құдай қаласа тойға жалғай берсін. Енді сөзді жасыл күн, жол күн өзіңізден бастайды. Келіңіз апай. Рахмет.
Құрметті тойшыл қауым, қадірлі ағайын, қымбатты құда-құдағилар. Бүгін екі баламның арқасында айтып жатырмыз, айтамын да жақсы сөз артық болмайды. Екі жақты қосып, елімізге кең байтақ бір киелі торғай аумағын, Жетісу киелі жеріндегі Қапал, Қарасан аймағын бастарын қосып, міне екі елді кереметтей туыстырып отырған осы екі балапандарымыз. Балаларымыздың мына тірі жатқан отауының шаңырағы биік болсын, керегелері кең болсын, терезелері тең болсын, іші толған кішкентай бөбектердің дауысы, күлкісі болсын. Енді мына айтып жатырмыз, осы екі жақ бірдей болып, ат салысып, осы екі баланың кереметтей семья болып кетуіне екі жақ бірдей ат салысақ, осы екі бала ойлаймын ең бақытты семья болады ма деп. Мына ұлымызға, қызымызға бағанадан бері бәріміз де айтып жатырмыз. Екеуінің арасындағы осы сезім ұзағынан болсын, өмірлері баянды болсын. Алла тағаланың құлағына бүгін айтып жатқан тілектердің бәрі тиіп, осы екі бала бақытты болсын. Рахмет. Құрметті құда-құдағилар, жастарымыз бақытты болсын, бала шағалы болсын, Торғайға да, Жетісуға да жететіндей балалар болсын деп береді. Таласпайтын. Бақытты болыңдар жастар. Ал Құдаймен риза болыңдар. Торғай жігіттеріне, нелеріне, жасы да бар, кәрісі де бар, бәрі бар. 2000 километрдей біздегі келіп қойған, қуанышқа бөлінсін. Екіге ортақ, қуанышқа ортақ болған өте риза. Аман болыңдар. Сәлеметсіздер ме қарапайым қауым? Жаңағы сөздерді бәрін қосыламыз. Бағана жаңағы құдалықтың жылдық деп жатырмыз, күйеуіміз болсын. Бар жақсылық тілейміз. Осы қазақ халқының осы жасы Дархан, мы уверены, что ты будешь достойной оградой для нашего бриллианта. Поэтому вам счастья. Только светлого. Мы взаимопонимание, любите маму, любите папу. Это самое дорогое, которое в жизни вам пожелаю. Счастья и, в общем-то, вот жиналған көп қауымның тілегін қабыл болсын. Бүгін жырғамақ қолымыз жаңағы қолдарыңызға қолданнан кейін бақ құсы болсын. Ол түтін, қыз түтін дейді. Енді түтіндеріңіз түтеп, қыздарыңыз түтін болып, екеуіңіз осылардың қызығына бөлінуге алға жазсын. Бәріміз осы отырған қауымның Алла тағала жаңағы періштелер алдымыз. Тыныштық сақтаймыз. Құрметті қауым, құрметті Дархан, Мадина, сіздерге жаңа құрған отбасылардың шаңырағы биік болсын дегім келеді. Берекесі берік болсын. Сіздерге тек қана тілегім келетін мөлдір махаббат, осы сезімдеріңізді жылдан жылға көбейте беріңіздер. Шаңырақтарыңызда тек қана сәбидің шатты үні, тәтті үні естіле берсін. Бір-бірлерді сыйлай өтіңдер. Бір-бірлеріне осындай сүйіспеншілік сезіммен қарай біліңдер. Тек қана мәнді, мәңгілік махаббат тілеймін келесіңдер.
Енді құрметті ағайын кішкене сабыр сақтайық. Мына жерде Мадинамыздың інісі тұр екен. Ортақ үйіңіз, әй бәрекелді. Бір құрмет болса бұл кісіге міне. Ал енді Мадина, Архан, үйлеу тойлары құтты болсын. Сендерге тілерім ашық аспан, мол бақыт, қажымас қайрат. Қайда жүрсіңдер де аман болып, бізді ұмытпай. Бастайын соңдар тұрыңдар дегенсің. Ал енді сендердің жолдарың осы арықтардан келіп қалып бізге берсін енді. Сол бақытты болыңдар. Ашуланбашы. Рахмет. Толқып тұрсың ба? Толқыма, сен де бір күні үйленесің. Құдай сол күнге жеткізе берсін. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Тағы да сөйлейтіндер бар ма? Аға келіңіз. Кеш жарық тойға жиналған қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Мына бүгін хан сарайындай керемет жерде мына біздің құдамыз жаңа бағана барып түсте құдалықта бірге болдық. Өткенде жаңағы Шайбының осы Қапал өңірінің кезінде Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыздың барып демалатын жерінен қасиетті жер деген құдаларын осы қарсы алып осындай достарының, мысалы мен өзім шындығын айтып көрем. Қазақта мақал бар, көп жасаған емес, көп көргеннен сұра деп. Мына ағаның жаңағы осындай керемет достарының келіп, ағайын туысының бәрінің осындай бір автобус емес, екі қабатты мына биік автобуспен достарының бәрін осындай қуанышына алып жүргенде өзім іштей риза болдым. Сол үшін той құтты болсын дегім келеді аға. Мына жастарға қоса құдай, қос қашыққа төрдегі бар бақытты мен тілеймін жердегі, жалынатып жүректері сөнбесін, ібілістің арбауына көнбесін, бір-біріне серік болып жалғанда, таушындай биік дос болсын талғанда, сүйіп өксін, бірін-бірі мәңгілік, ғұмыр кешсін, өмірлерін сән қылып айтып жатырмыз ғой бағанадан бері. Қарты бар үй, қазынақ үй дейміз. Осындай керемет жаңағы құдамыздың шаңырағына бірінен бір өтетін осындай қариялардың келіп жатқанына мен өзім іштей риза болдым. Сол үшін Құдеке жақсылықты жағалап жүр әрдайым. Ізгі жанға осындайда жырдайын. Сіздей жақсы адамға жүрегімнен бақыт тілеп жыр арнайын дегім келеді. Құтты болсын тойларыңыз Құдеке, сізге болсын жақсылықтың таласы, мейіріңіз мәңгілікке сақталсын, арта берсін адамдықтың бағасы. Жаңа айтып жатырмыз ғой бағана, өткенде ғана жаңағы қимайды ұзатқан жақ қыз баласын, жан жүйен қалай ғана сыздамасын. Құдалар жүрекке салып бердік, қолымызға салып бердік, жүректен жұлып алып, бір парас деп әндетіп шығарып салғанбыз. Бүгін менің көңілім орнына түсіп тұр, шындығын айтып тұр. Өйткені не керек? Балалар үшін осынан сахарадан телевизордан бір көретін әншілердің бәрі бар өнерін осы сіздің балаларыңыз үшін салып жатыр. Одан артық не керек? Бақыт деген қолдағы құс емес пе? Бақ дегенің қолдағы мұз емес пе? Бала деген артта қалған мінез емес пе? Дүниенің қызығы, құдағилар, достар, сіздермен біз емес пе? Ал енді бағана мен шындығын айту керек, әншейін дауып жаппас, тойды күлімден таппас деп. Басқа ана құдалық болған жерде тамада айтты. Осында сөйлеген адам ана жаққа барғанда сөйлемейді деген емеймін, бәрін шегеріп тастаған. Сол үшін енді айтамын, Құдеке, сіздерге мына шаңырақтарыңызға бүгін мынандай шаңыраққа керемет. Қонақбақтың баянысын, бітер дәулеттің көлгөсін, мына тартпас байлығын кетте сырсын, бір-біріңізге деген жүрек гүлінің мәңгі солмауы, мына шаңырақтарыңызға шаттықтың орнауын Тәңірдің мен бір шексіз қолдауын тілеймін. Балаларыңыз бақытты болсын. Алға шықса көз тиек, артта қалса сөз тиек. Сіз бен біз сияқты ортасында аман есен жүре берсін. Мына құдасын адам аспанда құдайға, одан кейін жер бетінде құданы сыйлаған адамдар. Сол үшін сыйынған адамдар. Сол үшін құдағаларыңыз қазір бір ән салғанда бәріңіз бірдей тұрып билеңіздер. Менің группа поддержкам бар, мен одан қорықпаймын. Биші құдағиларым бар осы жерде. Өткенде Қапалдың елінде ол кісілерге мен поддержка жасадым. Бүгін енді сол кісілер баста мен қазір бір ән арнайым жастарға. Біздің менің жаңағы күйеу балам, аспанға қараймын, жұлдызды санайын, сол жұлдыздың үстінде сен жоқсың, арайым деп жүргенде мынандай кандидат айтқанымыз
Биге қадем. Келбетіңе тамсана, жұлдызлысың аймысың, бақ сұлулықтан саған, қалықтаған ай мүсін, салтанатты әніммен арналаймын гүл бақты, сүйем сені жаныммен, шырылдайсың балтатты. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сұлулықтың ішінде сен жоқсың ұраймын. Арманы талайды, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сұлулықтың ішінде сен жоқсың ұраймын. Арманы талайды, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Жаутаңдаған көзіңнен махаббаттың кемесін арналасам өзіңнен, келбетіңе тамсана, жұлдызлысың аймысың, бар сұлулықтан саған, қалықтаған ай мүсін. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сұлулықтың ішінде сен жоқсың ұраймын. Арманы талайды, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сұлулықтың ішінде сен жоқсың ұраймын. Арманы талайды, бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Рахмет, мен саған қабылда күнді дискотека деймін. Не деген би, рахмет, көкеме рахмет. Сіздерге мың жылдық құдағилар аман болыңыздар. Ал енді дастархан басына жайғасыңыздар. Дастархан басына жайғасайық. Ал енді ортаға кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз Нұрсайын мен Нұр Аруды ортаға шақырайық деп отырмыз ағайындар. Әдемі ән болсын деп жатыр, олай болса, бағана үлкен әкеміз айтып еді. Әй балам айтыңыз деп, олай болса, бір шапалақтарыңыз соғып қойсаңыздар болады. Болашақ эстрада жұлдыздары, ал кеттік бастайық. Нұрсайын Нұр Ару. Once
рахмет. Ай, бәрекелді. Өнерлер үстем болсын. Ал енді құрметті ағайындар, қуанышқа жалғассын. Енді әрқайсыңыздың көңіліңіз тауып, әрқайсыңыздың балаларыңызды әдемі ән айтқызып жатырмыз енді шамамыз келгенше. Бірақ енді уақыт деген тығыз, бұл палатка емес, бұл ресторанның өз уақыты бар. Сондықтан да қазір мен ортаға той иелерін ортаға шақырайын. Қонысбайға ортаға келіңізші. Мамамыз ортаға келіңіз, мамамыз, бәрекелді. Ama orada gelişti. Orada geldi. Kadınlar olsun, bağladan beri енді біз айтып жатырмыз, енді халық айтсын деп жатырмыз да. Сондықтан да қай команданы аласыз? Оң жақта, сол жақта. Мамамыз алып қойды ол кемел жоқ. Бірінші папамыздан сұрайын. Оң жақ команда, Қонысбай папамыздың командасы, дауыстарын шығарып қойыңыздар. Сол жақ команда, мамамыздың командасы. Рахмет. Бұл ойынның аты дирижер деп аталады. Орнымызда отырамыз. Ол өзі дирижер боласыз, бүйтіп халық ән айтады, жақсы келгенде ән өшіп болады. Ары қарай әнді айтып кету сіздердің қолдарыңызда. Жақсы ән айтқан командаға бағалы сыйлық бар. Бірінші орынға Шаңырақ ықшамауданынан 10 сотық жер береміз. Ал кеттік, бастады ма? Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген дирижері, бүгін құда болып төс қаңғыстырып құрмет көріп жатқан Қонысбай ағамызға бір шамалақ болсын. Ал кеттік. Ал сіздің командаңыз мына жақ. Дирижер боласыз. Музыка кеттік қосамыз. Сіздер айтыңыздар, бәріңіз бірге. Кетпейсің ойдан қиялдан, арманға биік қол созсаң, тұрасың демеп жиялдан. Командасына 100 деген бал береміз. 100. Жоғары қабатқа 150. Дайындалыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, еңбек сіңірген дирижер, шапалақтарыңыз соғып қойыңыздар біздің мамамызға. Ал кеттік, апай, музыка. Жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, алашым бір өзіңсің табынарым. Қабамыздың командасы, дайындалыңыздар, кеттік. Ағамыздың командасы 300 бал алды, 300 бал. Екі команданы талпаймен алып өбілістер жүрейін бі? Мамамыздың келесі командасы әні қосамыз, мамамыз. Жоқ, күшті болды. Мамамыздың командасы қалмай келеді енді, көңілдерін қалдырмай қойып, ішінде солист апамыз бар екен ортасында. Сіздердің командаларыңыз 300 бал алды, 300 бал, 300. Енді соңған сіздікі. Сіздер бақылажан деп айтсаңыздар болды. Ал кеттік, папамыз дайынсыз ба? Ал кеттік, қосамыз. Тұра. Революцияға шығып жүрген сияқтысыз.
сіздер бар ғой, бигу десеңіздер болды. Апа, түсініп алыңдар, бигу болды. You know what to do with that big fat butt. You know what to do with that big fat butt. You know what to do with that big fat butt. Апайым өзі тұрып алған, бигу. Сонымен керемет, екі команда бірдей болды. Мына өте қиын болып тұр да. Қай командаға барайын? Мамама берейін ба? Папамызға берейін ба? Жоқ, олай болсын, әділ болсын. Папамызға бір сұрақ қойын, мамамызға бір сұрақ қойын, сонымен бітті. Кім сұраққа жауап береді, сол кісі бірінші орын алады. Папамызға сұрақ. Бала кезіңізде, мектепте, балабақшада жетлақ деген ертегі болды. Жетлақ деген ертегіде қанша лақ бар? Жетлақ. Не деген ақыл? Қол соғайшы. Апамыз керемет өртеді. Бұл жұмбақты ішіп таптаған болғанда деймін. Әлгенде мамамызға сұрақ. 13 жастан асқан түйені қандай түйе дейді? Қандай? 13 жастан асқан түйені қандай түйе дейді? Білмейсіз ба? 13 жастан асқан түйені 14 жасар түйе дейді. Неше? Білмей қалды? Бірақ мамамыз айтты ғой, отау құрғандарыңызға қанша жыл болды папамыз екеуіңіз? 37 жыл. 37 жыл болды. Қол соғып қойсыздар. Отыр, жақын келіңіздер. Мамамыз айтты. Папам всегда первый деді ғой. Түсініп тұрсыздар ғой, өйткені қазақта сөз бар. Жақсы әйел күйеуін хан етіп, өзі ханшайым болып өмір сүреді. Ханшайым. Сонда да хан қылып әкемізге бірінші орын беріп тұрсыздар. Қолдарыңызды ұстаңыздаршы. Қолдарыңызды көтеріңіздер. Басты көтеріңіздер. Қараңыздар шағайын. Мосфильм киностудиясы. Өсіп жүре беріңіздер, жарай ма? Аман болыңыздар. Сонымен енді бұл командада әдемі ойында апамыз орнынан тұрып қойыңыз, апай, солистка болыңыз. Сіз. Шапалақ соғып қойыңыздар. Рахмет. Сізге қазір антрактыға сыйлық береміз. Сонымен бірге әдемі тағы да үлкен сыйлық. Шаңырақта 10 сотық жерге сіз очередте тұрсыз. 4865 болып тұрсыз. Енді уақыт созбайын, мына кішкентай балалар ортаға келіңдерші, жандар, бері келіңдер. Менімен бірге жарысып, мында келіңдер. Бұл балалар бақытты ресторанның ішінде жүр. Біз бұндай кезімізде палаттың сыртында жүретінбіз. Бері келе ғой, жандарым. Мына жерге тұра ғой, мында тұра ғой. Сен де тұра ғой. Бір қатарға тұрыңдар. Тағы бар ма балалар? Кел, мында кел. Ай, бәрекелді. Бұл жігіт сабақ оқитын жігіт ол деймін. Сабақ оқиды. Ой, арлан бұзақынып бекер келдіңіз ау мына жерге. О кісінің темасы бөлек ау. Былай болсын. Сен атын кім? Исаил. Өскенде кім боласың? Военный болам дейді. Қол соқпайсың ба? Ел қорғайды. Сен атын кім? Санжар. Өскенде кім боласың? Футболист бол. Не дейді Құдай ау? Футболист болады, молодец. Сен атын кім? Рару. Өскенде кім боласың? Дәрігер. И жаным сол. Сенің атың кім? Алиха. Өскенде кім боласың? Батыр. Батыр болам дейді. Сенің атың кім? Азиз. Ағылым. Өскенде кім боласың? Өскенде кім боласың? Полиция. Рам жаным ол. Не бір профессияның иелері тұр. Сенің атың кім? Алина. Алина. Өскенде кім боласың? Дәрігер дейді. Сенің коллективің ана дәрігер. Сен атың кім? И жаным сол. Өскенде кім боласың? Не дейді Құдай? Не дейсің? Өзі новый маман. Пойыз болам дейді, пойыз. Пойыз болам деп отыр. Әлгі кешіріңіз. Көкем. Жаным сол. Бұл кісінің темасы бөлек қой. Былай болсын. Балалар ойын ойнайсыңдар ма? Ойын ойнайсыңдар ма? Иә, бұл ойынның аты жоқ болып кету деген ойын. Қазір 3-ке дейін санайын, жоқ болып кетіңдер, жарай ма? Тез талпаңдар. 1, 2. Қаш деп, енді қаш деп. 1, 2, 3, қаш, артая қарама, жаным. Қаш. Сен жүре бер осында, жүре бер. Арлан темасы бөлек болсын. Бұл кісі WhatsApp-та жүр, общение. Ал енді құрметті қонақтар, балаларыңыз тығылып жатқан кезде мен сөз беріп алайын енді. Ештеңе жоқ. Бала бауыр етім, немере жан жүрегім дейді, Құдай қаласа, дархан шаңырағында дәл осы кішкентай балалармен бала болсын. Өйткені айтады ғой,
бала шулап кетті. Мен оған негізі қарсымын, шуласа шуласын. Құдай сол шулаған балаларды аман етсін ағайындар. Аман болыңыздар. Балаларыңыз бақытты болсын. Енді мен уақыт созбайын. Құда-құдағилар мен құдашалар деген екен. Света, Гүлбахар, Берен апаларымыз, Ғани Камал, Үмітай, Нарагүл, Кенже, Жұматай, Майгүл, Төлеш, Азамат, Ибагүл, Дина, Сәкен, Дамир, Гүлшан деген екен. Келіңіздер, құда-құдағилар, құдашалар. Жаңа құдаларға сіздердің жолдарыңызды берсін. Тілегім осы, ауыз бөлек болғанменен айтылатын тілек бар дейді. Шариғатта жазылған екен, айтылған тілектен айтылмаған іштегі тілек қабыл болады дейді. Енді үлкен кісілер сөйлесін, қалған кісілер билесін деп жатыр. Енді ол да бір үлкен тектіліктің белгісі шығар. Ең үлкеніміз, жас үлкен, сөз бастайтын ер азаматтарымыз тұр. Аға, өзіңізден бастайын. Беріңіз. Ал қонысбай Дина мынау келіндерің құтты болсын, тойларың құтты болсын, қуаныштарыңа ортақ болсын. Сендер қуанмасыңдар, біз де қуанмасың. Қуаныштарың құтты болсын. Ал мына екі балам бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын. Осында отыр келген көпшілік қауым әр үйде осындай той болсын. Балалар бақытты болсын. Құрметті тойшыл қауым, бүгінгі Қонысбай мен Динаның балаларының өмірге қадам басқан күні, тойларыңыз құтты болсын. Біздер Динаның сіңлісі Алтын деген қыздың Олжас деген жігіттің құдаларымыз. Сондықтан Қонысбай мен Дина да бізге құдағи. Сондықтан әрқашанда бір жақсылығымыз бірге болып, өмірде балалардың жақсылығын көре берейік. Жаңа келген құдалар, сіздердің қадамдарыңызға гүл бітсін, қызымыз сендерді бақыт етуге жақсын, сол барлық амандықта болайық. Аса құрметті де қымбатты Құрмеке Зина, біздің құдақ-құдақ болғанымызға 40 жыл болып қалды. Міне біз уже құдақтар емес, туыс болып кетті. Міне бүгін күшті той болып жатыр. Тойларымыз құтты болсын, балалар бақытты болсын. Мен айтамын, осы енді біз жасамаймыз. Сіздерге жақсы кәрілік деген балаларымыз бақытты болса, немелеріңіз жүріп жүрсе, шөбере көрсеңіздер, одан шөпшек көрсеңіздер, содан артық бақыт жоқ деп тұрмын. Денеріңіз сау болсын, туысқандарыңызға сіздердің тойларыңызға жиналайық. Жақсылық болсын сіздердің отбасыларыңызға. Балалар бақытты болыңдар, ата-аналарды сыйлаңдар. Қонысбай мен Зина мынау болып жатқан тойлардың ұзағынан болсын. Екі баланың екі жастың тігіп жатқан шаңырақтары керекелері тең болсын. Қадамдарының гүл бітсін. Сыртын алға, іші жаққа болсын. Андай жақсы тілектер айтып жатыр, сол тілектер қабыл болсын. Еңбесі, шөбіресі, келесі осы уақытта шатақана бесік той болсын. Бақытты болсын, екі жас келіп қана. Қонысбайдың қызы Зина, мынау келіп жатқан көп көзден ағайын туғандарын келіп жатыр.
бәрі де мүдделі иә Зина иә мына кім Зина Қонысбай Әлия Айдада мінекей сол төртеуінің аталарымен мінекей балаларың әдемі болып келіп жатырсыңдар келіп жатырсыңдар иә дендегі сау болсын балаларың ұзақ өмір сүрсін иә ол екеуі осы балаларының рахатын көріңдер еш жамандық көріңдер ешқандай иә қызықтай беріңдер әкең шешең көрінген қызықты көрсеңдер иә ағаң мен апайдың арқасы апаң болғанда бүгін әдемі болатын еді бәрі де иә иә кім барған мен анау Мәдина екеуі сіздердің аяласын сіздерді ата-анасы болдыңдар үлгі болдыңдар енді Қонысбайды алып тастар деп қалды иә сонымен жақсы болсын бәрі құрметті туған туыс Зина Қонысбайдың бауырлары Қадира апа, Ғазиза тәте, Ғазизаға, Ағзада, Бақытжан, Айзада, Әлия мынау жасап жатқан бүгінгі үлкен сарайда үлкен тойларыңыз құтты болсын. Екі жас бақытты болсын, өздерің сияқты ата-ана болсын, сендердің жолдарыңды қуса жаман болмайды. Дарханның атын сол өздеріңнің дархандықтарына сай қойған шығарсыңдар Дархан деп. Енді мен бүгін өзім бір жақсы ылғида мен жиен нағашы болатын едім, біреулеріне жиен, біреулеріне нағашы. Бүгін құдағи болып отырмын. Бүгін бұрын енді жаңа тұрмысқа шығарда Мұратқа маған жаңа апа келіп алқанға мен сен жеңге болып еріп барасың деп сөйткенде енді қой енді менің өзім туыстарым ғой жақта жаңа балам кішкентай мен бармай ақ қояйын деп Сайлипаны жіберіп едім. Енді мінекей бәле жыл өткеннен кейін мен құдағи болып отырмын. Сіздің үйдің төрінде тәте аға болып тәте болып жүрген екеулеріне де бүгін құдағи болған статусым қайырлы болсын өзіме де. Ал енді балалар аман сау болып Дархан жаным жаңа айтып жатқан көп тілектерге қосыламын. Өзіміздің елдің дархандығындай қызбердің сенді махаббатқа берік деп ойлаймыз. Мөлдір махаббат жазылған жер ғой, сондықтан басқа ештеңе тілемеймін. Махаббат, денсаулық, бақыт, ата-аналарына қайырлы қыз көрсете бер. Қалған сәт қосыластырма. Құрметті тойшыл қауым, құрметті құда-құдағи, бүгінгі көптен бері үміт еткен, көптен бері арман еткен тойларыңыз құтты болсын. Дархан, Мәдина, сіздерді де бүгін шаңырақ көтеріп жатқан тойларыңызбен құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім сол бақыт. Құрметті құдаларым төрге шыққан төріңіз құтты болсын. Міне біз көзді ашып жұмғанша былай қарасақ генерал құдағи болғанымыз енді осы себеппенен арқалықтан келген жекжат құдаларға сәлем беріп келіп тұр. Біреуінен көрсем екіншісін танып жатырмыз, сол себепті сәлемдеймін мен. Ал тойларыңыз тойға ұласа берсін, тек келсек сіздердің қуанышыңызды бөлісіп осы тойларда көрсетейік. Тойға келген тойшы қауым, әмменізге бүгінгі Дархан мен Мәдинаның тойы құтты болсын. Бүгін ару болып аққым келеді, арғымақ ақ болып шапқым келеді. Дархан мен Мәдинаның бақыт тойында кеулемді гүл етіп таққым келеді. Абай, осы тойды өзіңіз басқара бересіз ау деймін апай. Қандай керемет сөздер. Тағы да сөйлейтін кісілер бар ма? Қосыласыздар ма? Иә. Рахмет сіздерге. Сіздер дүниедегі ең қымбат сыйлықты келіп отырсыздар. Ол сыйлық уақыт екен. Уақыттарыңызды қиып, тойға келгендеріңіз тойдан қайтсын. Балаларыңыз бақытты болсын. Осы шаңырақта болып отқан той сіздердің үйлеріңізде болсын. Енді кішкентай ғана Алина деген балапанымыз сіздердің аттарынан
әдемі ән шырқайын деп тұр. Қарсы алыңыздар. Алинаны ортаға шақырайын. Ортаға билік. Қошеметтеріңіз болсын, Алина қызы. Алина, ала. Рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, ары қарай әдемі ән болсын, олай болса, әнші, сазгер ақын Бауыржан Өскенбек бұлдарыңыз ордаға шақырайын. Жаңа Мадинамыздың бетін ашып, халықтың ықыласына бөленіп, енді әдемі әндерін сіздердің қолдарыңызға паш етсін. Бауыржан аға, ордаға келсеңіз. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті қонақтар. Керемет той, керемет қуаныш. Бұл қуаныш бәріміздің қуанышымыз. Құтты болсын. Келесі ән осыдан 25 жыл бұрын шығарған. Сол әннің махаббатын тілеймін. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын деп 2 жас ортаға биге шақырам. 2 жасы бақытты болсын ортаға биге. Қошеметтеріңіз. Сүйен дедім, сүйе алмадым, кешір жаным, маған деген махаббатты өшір жаным. Динара, Динара,
Aşkım göz aldımdan ketmey qo'ydim seni so'zing yuragimdan o'chmay qo'ydim Дархан Мадина, махаббаттарың мәңгілік болсын. Одан кетпейміз, Дархан, осы өлеңді саған сыйладым, бірақ Динараны алып қалап, Динараның орнына Мадина деп айтып отырасың ғой. Осы ән шын жүрегімді тартып, келесен Ерік пен Алияның атынан Дарханның достарының құрметіне, мөлдіреген қыздардың құрметіне, мөлдіреген көзі. Ортаға биге, кәнекей. Сезімге бойлап ардын
Торғайдан кетпейміз. Торғайлықтар біздің келініміз айдай ма? Қапалдықтар қыздарыңыз айдай ма? Ортаға келіннің құрметіне Дархан, рахмет саған. Би! Биге! Жалғассын ба? Ал болса кішкентай ғана өнерпазымыз, құрметті қонақтар, халықтың ықпалын алып жүрген азамат Жандәулет мырзаны ортаға шақырайық. Шапалақтарыңызды соғып қойыңыздар. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағайын, бүгін сіздерді тойларыңызға шын жүректен құттықтаймын. Осыны айтпасам бұрын сахнада шағып жатыр сіздердің қошеметтеріңізбен. Ну не? Сіздердің қошеметтеріңізбен. Енді осылардың осындағы Дәурен ағамыз бен Айзада жеңгеміздің артынан барша жеңгелер құрметін алады. Ал кет.